олай емес, осы саят жастайынан осы жерменен жаңағыдай байланысып үзбей жүрген азаматтардың бірі. Сәке, өзіңе сөз. Ассалаумағалейкум, қадірлі жерлестерім. Бүгінгі той құтты болсын. Және осы жаққа келер кезде біз сол үлкен қара шаңырақтан Төлеу Көбдікұлының ұрпағы Есентай ағаның үйінен арнайы шықтық. Сол жерде Төлеу Көбдік ауылы деген киіз үй құрылған екен. Ақынның өзі киген аяқ киімін көзіммен көрдім, ұстаған заттарын қолыммен көрдім, сандығы тұр екен. Осы заттардың жәдігерлерін сақталғанына мыңдай бір шүкір дедім. Ұрпағы шаң қондырмай аялап отыр, ие болып отыр екен. Осыған мыңдай бір шүкір, рахмет сіздерге. Енді Жарма ауданында 2 жылдан бері Саят Қамшыгер оқулары өтіп жүр. 50-ге толмаған Саят Қамшыгердің оқуларын өткізгенде 150-ге толған Төлеу Көбдіковтің оқуларын Жарма ауданына неге өткізбеске? Жыл сайын оқушылар осындай сахнаға шығып, бір мектептің залында ақынның, атамыздың өлеңдерін оқып жарысып жатса, нұр үстіне нұр болар деген ойдамын. Соны ұсынысты сіздер ескерсеңіздер. Көп сөйлеп созбайын, әдептен озбайын. Төлеу Көбдікұлына жазған өлеңімді оқып берейін. Қорған деп атадым. Таусың сен асқақ, жарманың мен бір тасымын. Ақынды сендей толғатар қашан ғасырым. Жеттім ғой іздеп бабалар салған жолменен, рухымен бізге жөн сілтеп тұрған асылым. Жырынды оқып өмірдің сырын ұғаммын. Жасыңнан от боп жасыны болдың жыр әннің. Қуанды ғана тәлімін көріп өскенсің. 17 бірдей ақынын танып сыбанның. Ұрпаққа жеткен сөздерің гауһар жақыт қой. 150 жылдық тойыңа келген уақыт қой. Хакімнің зерек ұлдарыменен дос болып, абайды көріп, абайды тыңдау бақыт қой. Суықта қалған көңілдер сенен от тапқан. Шығалдың жолға құтылып шаңды соқпақтан. Бір ауыз сөзің қажыған жұртқа рух беріп, сарыарқа жырың көшуден елді тоқтатқан. Өзіңді танып келгендей елге берекем. Өмірің олжа, жырларың бізге кен екен. Асылдың көзін тапқан соң сәуле сыйлаған Омархан ұлы Мұхтар да шіркін ер екен. Тойыңа келіп өзіңді баба таныдым. Жүрегім гүлден құрыштан екен қалыбың. Айтыста айтқан сөздерің болды ұрандай. Соғыста елдің жігерін жырмен жаныдың. Бұранда бүгін елдік пен ерлік өлшемі. Қараша халық көтерді енді еңсені. Сен шардың алып шынары болдың жайқалған. Мен болсам шардың кішкене ғана бөлшегі. Ақтайлақтардан ұрпаққа жыр боп қонғансың. Сол ұрпақ енді қанаты қатып қомдансын. Кезінде бабам ел саған пана болған ед. Бүгінде бірақ сен елге қорған болғансың. Бүгінде бірақ сен елге қорған болғансың. Рахмет.